Саламатсыздар ма достар? Бүгін сіздермен бір ерекше тағамның рецептімен бөліскім келіп отыр. Бірге жасайық. Бізге жылы су, бір жарты литрдей, сосын ашытқы мен тұз, және бізге бір жұмыртқа қажет. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз, ашытқымыз бәрі жақсылап еріп араласу керек. Енді осыған бір ас қасық сұйық май құямыз. Менің ұным електен өткізілген ұн. Енді ұнымызды салып, ондай қатты жұмсақ емес, қамыр илеп аламыз. Қамырды өздеріңіз отбасыңызға неше керек болады, сондай қылып илей берсеңіздер болады. Мен аздап қамырымның бетіне май жағып қойдым, табағыма жабысып қалмасын деп. Енді қамырымыз көтерілгенше күтеміз. Бетін жауып қойсаңыздар болады. Біздер енді подливкамызды дайындайтын боламыз. Барлық заттарымды ұсақтап туырап аламын. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазып отыруды ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны басып алуды ұмытпаңыздар. Қызанағымызға қайнаған суды құйып, 4-5 минутқа қойып аламыз. Бізге қабығын алып тастау керек. Қабығы оңай алыну үшін осындай суға бұқтырып аламын. Мінекей, қызанағымыз дайын болды. Енді қабығын осылай деп ашып аламыз. Қызанағымды жақсылап көп күштен өткізіп аламын. Майымыз қызды. Майымызға аздап жуан салып аламыз. Бізге бұл тағамға қарш қажет. Қарш болмаса, етті өте ұсақ қылып турауға да болады. Тұзын, дәмдеуіштерін бәрін қосып аламыз осы бастан. Қызыл бұрыш, тәтті бұрыш, ащы бұрышта қосамын. Ащы бұрыш, қара бұрыш, енді қалған заттарымыздың бәрін қоса береміз. Жақсылап ташпен бірге қуырылып кететіндей. Сәбізді үккіштен өткізіп алдым. Болгар бұрышы. Және үккіштен өткізіп алған қызанағым. Енді жақсылап осы қуырылу керек. Бетін жауып қойып қоямыз. Жақсылап қуырыла берсін.
Біздің қамырымыз әдемі болып осылай көтеріліп тұр. Мен бұл қамырым бір көтерілген кезде басып қойдым, және де бір илеп. Енді қамырымызды осындай кішкентай шариктерге шариктеп аламыз, домалақтарға. Қамырымызды осылай деп домалатып бөліп алдық. Енді бетін жауып, азғантай уақытқа қоямыз. Мен подливкама осындай қуырылған ұн бір 2 қасықтай қосамын. Өйткені подливкамыз қою, әдемі болу керек. Ұнды табаға күйдірмей, жақсылап араластырып тұрып қуырып алсаңыз болады. Осы жарайды. Аздап су құямыз. Енді қамырымызды осындай қылып жайменен жайып, ортасынан бір бет бүгіп, мантабаркамыздың қасқанына осылай деп сала береміз. Ортасына аздап майда жағы жіберуге болады. Біздің осындай бір буға пісетін булочкаларымыз дейіп қояйықшы, дайын болды. Енді осыны қазір буға пісіріп аламыз. Неше минут? 15-20 минут шығар. 15-20 минут болар. Біздің тамағымыз дайын болды. Булочкаларымызды 20 минутта пісіріп алдық. Подливкамыз да дайын. Бұл тамағымыздың желіну әдісі. Лай деп ішін ашып, подливкасының ортасына салып, әдемелеп. Осылай деп жейміз. Ыстық. Өте ыстық. Дегустациясын түсірейін десем, өте ыстық болып тұр.
жусай өзінше бір өзгеше бір әдемі дәм береді. Жасап қараңыздар осы рецептпен. Комментарий жазып отыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.